Қалайсыңдар? Бүгін 49-шы күн. Бүгінгі айтатын ой негізі екі инсайт болды. Біреу кітаптан, біреу ағамнан. Кітаптан тыңдаған әлі қолданыста жасап көрген жоқпын. Сол үшін пока оны айтпаймын. Оны бірінші жасап көріп, нәтижесін көріп, сосын барып айтамын. Так что оны ағамдікін айтайын. Потому что ол сол әңгімеден кейін өзіме анализ істедім да, қазір шынымен солай деген сияқты подтверждение алдым. Қалай әдемі ме? Мынандай. Бізге негізі обычно былай ғой. Біз садақ атқан кезде біз нысанаға көздейміз. Как будто бы стреланың өзі нысанаға баратқан сияқты болып елестейді ғой негізі да. Біз атамыз, ол ұшып барады да нысанаға барып қадалды деп елестетеміз да, негізі. Негізі олай емес екен. Стрела деген сенің іс-әрекетің болсын да. Енді қара. Стреланы негізі атқан кезде нысана стрелаға қарай ұмтылады екен. Ал стрела оған емес. Даже мықты садақшылардың өзінен сұраған кезде, что сен атқан кезде қалай атасың деп сұрайды ғой, қалай тигізе бересің деп. Сосын айтады. Мен просто представляю, просто атып атырмын, и ол нысанаға қадалып жатыр. Болды, елестетемін, болды. Мен басында ойламаймын дейді, 45 градус қолмен, 24 ньютон күшпен деп ойламаймын дейді. Мен просто представляю, что ол тиіп жатыр, тиді, и примерно сол облысқа қарай атам дейді, өзі қадала салады дейді. И сөйтіп сондай дейді. И өмірде ол өмірді мысалмен келтіремін енді қара. Сен бұл жердегі негізі қорытынды, сен просто действие жасау керексің. Сен просто жасау керексің. Яғни сен стрелаларды запускать етесің, ал нысана, тиетін нысана, яғни мишень да, ол өзі барып стрелаға қадалады. Түсінді да, сен просто жасау керексің, яғни стреланы жіберу керексің, ату керексің. Яғни сен просто бастау керексің, бастап кету керексің, әрекеттер жасау керексің. Сол кезде нысана келеді да, өзі стрелаға жабысады, қадалып қалады сол кезде. И бұдан шығатын ой просто жасау, просто бастау керек, просто жасау керек. Ал қалай болады, он бар, так, осынша минутем деген керек емес. Когда сен бастау керек или бастамау керек деп созып жүрсің или откладывать етіп жүрсің ғой, сол кездегі көмектесетін нәрсе, что стреламен нысананы мысалмен келтіріп, елестет, что мен просто атып жүру керекпін қазір, просто атып жүру, стреланы просто жібере сал деген сияқты ше. Сен запускать етесің, ол стрела ұшады, ұшып жатқан кезде болды, кетті, оның процесс кетті, ол ұшып баратыр. И сен ол кезде іс-әрекет жасап жатсың да, ал нысана өзі алдынан шығады, қадала қалады. Түсінді ғой да? И бүгінгі айтатын ой, сразу ағам соны айтқаннан кейін, сразу ойладым, қалай не айтқысы келіп тұр, ойладым да, так, осылай шығар деген сияқты, солай. Сосын дальше өзі сөйлесіп, ол теманы ашып тастадық. Ашқаннан кейін более түсінікті болды. Мен өзім өмірімде де мысалмен келдірді, что мен де ең басында Алматыға ағам келген кезде, 3-4 жыл бұрын, сол кезде мен осындай үйде тұрамын деп оған айтқам. И ол стрела кетті. Яғни мақсат қойылды, іс-әрекеттер жасалды, запуск кетті. И Құдайға шүкір, енді осындай жақсы үйде тұрып жатырық та, ол стрела кетті, и дальше просто жасау керек. Просто армандау керек, жасау керек, просто бастау керек. Бүгінгі 49-шы күн айтатын ой осы. Уже мен футболканы былай киіп алдым, ыңғайлы қылып. Жайлап сауығып жатырмыз. 49-шы күн. Просто баста. Take doubt as a lesson, I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to